Бүгін еккен көшет 10 жылдан кейін саялы бәйтерекке айналады. Үлкен саясатта солай. Бір ғана сапар тұтас бір ұрпақтың бағытын айқындап беруі мүмкін. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы мемлекеттік сапарын Пәкістан Ислам Республикасынан бастағанын білесіз ғой. Бұл жаңалықтан сол сәтте бүкіл әлем хабардар болып жатты. Kazakh President Kasim-Jomart Tokayev calls for closer partnership with Pakistan to achieve shared development goals. I believe that it's a historic one. At least it's a historic milestone in our time-tested partnership. I greatly value the friendship between our nations, shaped by centuries of interaction along the Silk Road and the broader Islamic civilization. Міне, біздің президентті Нишане Пәкістан орденімен марапаттап жатыр. Елдің ең жоғарғы мемлекеттік наградасы. Бұл біз үшін жай ғана орден емес. Бұл 250 миллион Пәкістан халқының Қазақстанды бауырлас ел ретінде мойындауы. Your Excellency, Қымбатты бауырым Қасым-Жомарт Тоқаев мырза. Қазақстаннан келген премьер-министрдің орынбасары және құрметті делегация мүшелері. Сіздерді Пәкістанда қарсы алу біз үшін үлкен мәртебе әрі зор қуаныш. Біз осындай тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Бауырыңыздай ел Пәкістанға уақыт бөліп келгеніңіз үшін сізге зор алғыс білдіремін. Бұл тарихи кезең біздің екі жақты ынтымақтастығымыздың жаңа парағын ашады. Пәкістанның қарапайым халқы да Қазақстан президентін жақсы біледі. Бұған үш негізгі себеп бар. Біріншіден, Қазақстан президенті елінде реформатор ретінде танылған. Екінші себеп, ол Қазақстанға әлемнің есігін ашқан тұлға. Осы ашық саясаттың арқасында қазіргі таңда Қазақстан экономикалық белсенділігімен кеңінен танылып келеді. Үшіншіден, Пәкістан премьер-министрі мен Қазақстан президенті өте жақын достар. Сондықтан біз бұл сапарды Пәкістанға Қазақстан президенті келіп жатыр деп емес, елімізге қазақ бауырымыз келіп жатыр деп қабылдаймыз. Мемлекеттік сапардың сәнін кіргізетін не нәрсе, білесіз бе? Жағымды атмосфера, ашық жарқын әңгіме және нәтижелі келіссөз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев және премьер-министр Шахбаз Шарифтің қатысуымен қол қойылған 19 құжат соның нәтижесі. Important intergovernmental documents were adopted, focusing on result-oriented engagement across full bilateral spectrum. We thoroughly discussed trade, transport and logistics, industry, energy, information, technologies, as well as cultural and humanitarian cooperation. Trade and economic interaction are gaining new momentum. Last year, bilateral trade doubled compared to the previous year. Бүгінгі табысты келіссөздер нақты нәтижелерге ұласып, қол қойылған құжаттар екі жақты байланыстарды дамытуға тың серпін беретініне сенімдімін. Жоғары мәртебелі президент мырза, сізге Пәкістан мен Қазақстан қарым-қатынасын одан әрі арттыруға қолдау көрсеткеніңіз үшін алғыс айтамын. Сіз мұны білесіз бе жоқ па? Осы фильмді әзірлеу барысында мынадай қызық деректер естідік. Тілдерінде, сөздерінде де жақындық бар. Кеше бір естідік, шалбар дейді, нан дейді. Асман дейді. Өйткені психологиялық, мәдени және тарихи тұрғыдан біз бір халықпыз. Біздің аса көрнекті тарихшыларымыздың бірі, доктор Диханидің айтуынша, Пәкістан халқының 65%-ның ДНК-сы орталық Азиядан шыққан. Демек, президент Тоқаевтың мемлекеттік сапар аясында Исламабадта Әл-Фараби, Қаныш Сәтбаев, Қожа Ахмет Яссауи атындағы мәдени білім беру орталықтарының, сондай-ақ достық спорт кешенінің ашылуы да тегін емес. Достық сөзін әдейі таңдадық, өйткені оның айтылуы мен мағынасы қос халықта бірдей. Сондай-ақ қазақ күресі, шахмат және тоғызқұмалақ федерацияларда ондағы достарымызбен әріптестік байланыс орнатып жатыр.
Тиісінше Пәкістанда федерациялар ашылып, ұлттық спортымызды насихаттаймыз. Сізге бір қызық айтайын. 2020 жылы Исламабадта штаб-пәтер орналасқан Комстек ұйымынан бізге Түркі академиясына бір шақыру хат түсті. Әл-Фараби форумына шақыру. Сол хатта мынадай сөздер болды ең басында. Цитировать етейін. The Turkic state of Pakistan is organizing Al-Farabi forum, etc. Яғни Пәкістан түркі мемлекеті Al-Farabi форумын ұйымдастырып жатыр, сіздерді соған шақырамыз деп. Яғни оянышын аралас, өздері түркі мемлекеті деп белгілеген. Ал Қазақстан президентінің 22 жылдық үзілістен кейінгі мемлекеттік сапары нені меңзейді? Осыдан 34 жыл бұрын орнаған дипломатиялық қарым-қатынастың сәл саябырсып қалуына не себеп? Ескеретін маңызды бір жайт, екі арада орналасқан бір қатар ел бар. Мәселен, Иран мен Ауғанстан. Аймақта болып жатқан кейбір жағдайлар қарым-қатынасқа кедергі келтіруде. Сондықтан осы байланыстың түйткілді тұстарын еңсеру Қазақстан мен Пәкістанға ең үлкен сын. Президенттің осы мемлекеттік сапары болашақта екі елдің арасындағы қарым-қатынасты тереңдете түседі деген үміттемін. Пәкістанға қош келдіңіз. Бұл өз қандай халық? Исламабад бізді несімен таңғалдырды? Қандай көріністерімен баурады? Бұл сізге де қызық деп ойлаймын. Hello Kazakhstan, welcome to Pakistan. Құйқылжытып ән салады, мың бұралып билейді. Ал мына бір қуыршақ қыз қазақтың ортекесін еске түсіре ме, қалай өзі? Исламабадта әлемдегі қауіпсіз қалалардың бірі деп жатады. Бірақ сауда дүңгіршектерін мылтықпен күзету мұнда қалыпты көрініс. Тіпті қару асынған қарауылсыз аттап басқан күніміз жоқ. Мұнда бір гәп бар сияқты. Құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз? Пәкістан ресми түрде Ислам Республикасы атанған алғашқы мемлекет. Содан да болар, мұндағы жұрттың мешіттегі жүрісі сіз бен біздің саябақта серуендегеніміз секілді. Ал Оңтүстік Азиядағы ең алып Фатима Жинна саябағындағы мына көрініс құдды бір көне Пәкістанның заманауи келбетіндей. Бізге де керегі осы емес пе? Соңғы жылдары Пәкістан стратегиялық тұрғыда бағытын өзгертіп, геоэкономикаға бет бұрған. Әсіресе Орталық Азиямен, соның ішінде аймақтағы қай жағынан да үлкен ел Қазақстан мен экономикалық ынтымақтастыққа, сауда-саттық пен энергетика саласындағы серіктестікке мән бере бастады. Қазақстан Орталық Азияда өзіндік орны бар, көп векторлы саясаттың арқасында тек өңірлік деңгейде ғана емес, жаһандық ауқымда әлеммен байланыс орнатып отырған, өсіп келе жатқан орта держава. Пәкістан оңтүстік және Орталық Азияны жалғап тұрған табиғи көпір саналады. Бұл екі елдің арасын мәдени, тарихи және діни байланыс жалғап тұр. Міне осы факторлар Пәкістан мен Қазақстанды өңірлік және жаһандық деңгейде бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға қабілетті орта державалар ретінде табиғи серіктеске айналдырып отыр. Қазақстан Пәкістанның Орталық Азиядағы сенімді экономикалық тірегі. Жақында үкіметаралық комиссияның 13-ші отырысы өтті. Онда мазмұнды диалог өрбіп, сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі жол картасы әзірленді. Қазақстанда қуатты индустриялық база, энергетикалық әлеует және аса маңызды активтер. Әсіресе пайдалы қазбалар мен минералдық ресурстар бар. Осы тұрғыда қос тараптың цифрлық байланыстарды дамытуға деген қызығушылығы артып келеді. Бұл ерекше назар аударуды қажет ететін маңызды бағыт. Пәкістан Қазақстанның Оңтүстік Азия нарығына шығатын маңызды серіктесі. Жағдай өзгеріп келе жатыр. Пәкістан 200 миллионнан астам халық бар. 250 миллион деген өте үлкен нарық қой, шын мәнінде. Оларға біздің экспорттап жүрген тауарларымыз сол қарапайым халықтың күнделікті тұрмысына, қажеттілігіне ең керек нәрсе. Он бидай, қара металл, машиностроение дейді. Қандай қиын заман болса да, қандай бір экономик қиыншылық болса да, ең өтімді нөмі керек нәрсе ме? Нөмі керек нәрсе. Керек нәрсе демекші, мұна бір қызықты қараңыз. Пәкістандықтар қазақстандық
InDrive платформасын көп пайдаланады екен. Былтыр осындағы такси нарығының 60%-дан астамын иеленіп, қала ішіндегі қозғалыста бірінші орынға шыққан. Ал сәуір айынан бастап Исламабад, Панджаб пен Карачи көшелерінде Қазақстанның қоғамдық автобустары жүре бастайды. Біз 6 метрлік, 12 метрлік, 9 метрлік қалалық автобустар шығарамыз. Осы автобустарымызбен таныстыра отырып, осы елдердің сұраныстары бойынша 600 автобус алып келіп жатырмыз. Қазақстанның өнімі одан бүгінгі Пакистандық көлік министрлігімен кездесіп, оларда 1500-дан 2000 автобусқа дейін сұраныстар шығып жатыр. Төл экономикамыз өсе түссе деген ой сізді де бейжай қалдырмайтынын білемін. Сондықтан екі тараптан 300 кәсіпкер қатысқан Қазақстан-Пәкістан бизнес форумындағы мына бір ақпаратқа назар аударыңызшы. Of increasing our bilateral trade to $1 billion. Today's business forum has resulted in more than 30 commercial agreements with a total value around $200 million. Going forward, it will serve as a powerful catalyst for further strengthening trade, economic, and investment cooperation between our two brotherly nations. Соңғы 20 жылда тартылған 25 миллионмен салыстырғанда бұл әлде қайта жоғары, және ол жақын арада осы тікелей шетелдік инвестиция болып Қазақстанның қоржынына, бюджетіне құйылады деген сөз. Енді қараңыз, мысалы, инвестиция қайдан пайда болады? Инвестицияның пайда болатын бірнеше жолдары бар. Біріншіден олар біздің жаңағы пайдалы қазбаларымызға қызығады. Екінші, бұл біздің инфрақұрылымның арзан болуы. Үшіншіден, біздің инвестициялық климат құрып атқан. Қазір мына президентіміздің тапсырмасына сәйкес жаңа инвестициялық концепция қабылданды. Әр инвесторға біз қолайлы жағдай жасап отырмыз. Оны да олар есептейді. Және біздің дәл қасымызда 1,5 миллиардтан астам тұтынушылар бар нарық бар. Сол нарыққа өзінің тауарын шығара алады. Kazakhstan plays a pivotal role in the heart of Eurasia as a hub for continental trade, handling 85% of overland cargo traffic between Europe and China. The Trans-Caspian International Transport Route, or Middle Corridor, is now a major boost for Kazakhstan's role as a transcontinental trade hub. We have also developed a unified digital management platform called Smart Cargo to coordinate transit flows with greater efficiency. In that vein, I welcome the signing of agreements between our national railways operator, Kazakhstan Temir Yolu, and Kazpost, and Pakistan's National Logistic Corporation and Pakistan Post. We look forward to the next concrete steps to advance multimodal transport solutions and expand mutual access to port infrastructure in both our countries. Порт инфрақұрылымын бірлесе пайдалану дегенде ойыңызға не келді? Қателескен жоқсыз. Пәкістан Қазақстанға мұхитқа шығар ең жақын жолды ұсынып отыр. Әлемдің картасы тұр ғой сол жерде, иә? Иә, бұл жерде картамыз бар, Евразиялық көлік жүйесі. Солтүстіктен Пакистан және Индияға шығатын жүктің көлемі өте үлкен. 200 миллион тонна бүгінгі таңда теңіз арқылы жүріп жатыр. Сондықтан Пакистандағы, мынау тұрған Пакистанның ішіндегі, мына жерде Карачи, Порт Касим және Гвадар порттарына біз қызығушылық танытып отырмыз. Өйткені біздің бүгінгі темір жолдарымыз Қазақстаннан шығып, Түркменстанның ішіндегі темір жолын пайдалана отырып, Ауғанстан елінде темір жол салсақ, онда біз Пакистандағы темір жол арқылы осы порттарға шығып, осы порттардың арқасында біз Индия нарықтарына немесе Африка елдеріне нарықтарына шығуға үлкен мүмкіндік пайда болады. Темір жол жүк тасымалдаудың әлемдегі ең қолайлы, қолжетімді әрі жылдам тәсілдерінің бірі. Орталық Азия елдері Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан және Тәжікстан барлығы мұхитқа тікелей шыға алмайтын мемлекеттер. Пәкістанның да бұл елдермен барыс келісі белгілі бір деңгейде шектеулі. Сондықтан осы аталған мүмкіндіктерді іске асыратын, оны жүйелі түрде дамытатын уақыт жетті деп ойлаймын. Тиісінше президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Шахбаз Шариф Қазақстан Республикасы мен Пәкістан Ислам Республикасы арасында стратегиялық серіктестік орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойды. I'm confident that
the established strategic partnership and all the agreements we reached today will serve the best interests of our nations. May the bonds of friendship between our brotherly peoples remain strong, enduring, and forward-looking. And I look forward to seeing and to hosting a state visit of my brother, the Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahbaz Sharif, later this year. Thank you. Қазақстан мен Пәкістанның арасындағы берік қатынас осы екі елді ғана емес, тұтас аймақты алға жетелейтіні айтпаса да түсінікті. Саясаткерлігі мен дипломатиясын төрткүл дүние мойындаған Қазақстан президентінің де көздегені осы. Білеміз, сіз оны мәртебелі мейманды Исламабад әуежайынан Пәкістанның президенті мен премьер-министрі қатар тұрып қарсы алғанда аңғарған болатынсыз.